Балаларды тәрбиелеуді, олардың ата-аналарын тәрбиелеуден бастау керек дейді жаңашыл ұстаз Аманашвили. Тәрбиенің ең тамаша мектебі отбасы екенін ескере отырып, гимназиядағы ата-аналар комитетінің жұмысының негізгі көздегені гимназия мен ата-ана арасындағы қарым-қатынасты күшейте отырып, отбасында балаға ата-ананың ықпалын арттыру. Негізгі біздің ұстанымымыз әрекет бірлігінің тұрақтылығы, өзара көмек пен қолдау, сенім мен құрмет, ынтымақтастық пен шыдамдылық. Гимназияда ата-аналар комитеті арнайы ата-аналар комитеті туралы ережеге сай жұмыс жасайды. Жылдық жұмыс жоспары гимназия әкімшілігімен, ата-аналармен бірлесе отырып жасалынады. Ата-аналардың ұсыныс-тілектерімен санаса отырып, ата-аналарға арналған әңгімелер, лекциялар, кеңестер мен сұрақ-жауап кештері, тәрбие жұмысын алмасу жөніндегі конференциялар, ата-аналарды педагогикалық әдебиеттермен таныстыру іс-шараларын, жобаларды жасаймыз. Гимназия әкімшілігімен бірлесе ата-аналармен психологиялық ағарту шаралары жүйелі жүргізіледі. Біріншіден, бұл ата-аналармен жұмыстың тиімді формасы болып табылатын ата-аналар жиналысы. Соңғы жылдары ата-аналар комитетінің шешімімен ата-аналармен жиналысты дәстүрден тыс, яғни диалог алаңы ретінде ұйымдастыруды қолға алдық. Алаңның артықшылығы ата-аналар өзінің баласы жайында гимназия тыныс-тіршілігі туралы ақпараттармен лезде қамтамасыз етіледі. Өз баласының үлгерімі мен тәртібі жайында пікір алысуда маңызды. Жеке тақырыптық кеңестер қолжетімді. Гимназиядағы ата-аналар комитетінің ұсынысымен гимназия мен ата-аналар арасындағы қарым-қатынасты күшейту мақсатында саналы ата-ана болу және отбасылық қарым-қатынас балалардың үйлесімді дамуының негізгі кепілі тақырыбында ашық есік күндері ұйымдастырылуда. Ашық есік күндері балалардың академиялық үлгерімі, олардың белгілі бір оқу мақсаттарына қол жеткізу нәтижесін бақылау үшін ата-аналар сабақтарға қатысып, оңды кері байланыстарын жеткізді. Ұтқанымыз ата-аналарды бағдарлама бойынша қол жеткен жетістіктермен таныстыру, гимназияның талаптарына ден қоюға бағыт беру. Гимназиядағы ата-аналар комитетінің жоспарына сай ұйымдастырылатын бұқаралық жұмыстың бір түрі ата-аналар конференциясы. Бұл бала тәрбиесі туралы терең, жан-жақты қарастыру және оны бекітуге жол ашады. Негізгі мақсат отбасылық тәрбиелеудің тәжірибесімен бөлісу. Конференция ерекшелігі белгілі бір мәселенің жай-жапсарын шешудің нақты жолдары қарастырылады. Бұған мысал ретінде гимназияда жиі ұйымдастырылатын жоба жұмыстарын, дарынды балалардың дар ата-аналары, ақылды балалардың ақылшы ата-аналары конференцияларын айтуға болады. Гимназиядағы тәрбие жұмысының нәтижелігінің бір ұшы ата-аналар комитетінің жұмысы. Ата-аналар қолдауы гимназияның ата-аналармен бірлескен әрекетінде екені рас. Сондықтан балаларымыз табысты болу үшін тәрбие саласында жаңа фактордың маңызды кешенін туғызу бүгінгі күннің талабы. Жоспарға сай шаралардан бөлек, соңғы 5 жылда ақылды ата-ана, шебер мұғалім, тәрбиелі орта, табысты бала, табысты үштік, бала, бағдар, болашақ, отбасы, орта мектеп жобалары жүзеге асырылды. Жоба жұмыстарының барлығына ата-аналар асқан қызығушылықпен қатысты. Жоба нәтижесінде баланың жетістікке жетелеудегі отбасының үздік тәжірибесі таратылады. Баланың ата-анасына құрмет артады. Бұл атқарылған жұмыстың барлығын гимназияның әлеуметтік парақшалығынан көре аласыздар. Біздің мақсатымыз 21 ғасыр талабына сай жаңашыл, шығармашыл, мәдениетті, жан-жақты, сауатты жеке тұлға тәрбиелеу ісінде балалар игілігі үшін педагогтар қауымымен бірлесе, ынтымақтаса әрекет ету.